Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге Pinduoduo'да өзіміздің картамызды тіркейтін боламыз. Алдымен Pinduoduo'ға кіреміз, одан кейін өзіміздің профильге барамыз. Оң жақта ең төменде мына кругтың үстін басамыз. Осы жерде қарап отырсаңыздар, мінекей бізде осындай жолақша бар. Мына қызылдардың үстінде міне қытайша иероглиф. Соның үстін басатын боламыз қазір. Бас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Бастым. Осы жерде бізде қазір бірден осындай бет ашылды. Енді осы жерде фотоаппараттың үстін басып, өзіміздің картамызды суретке түсіруге болады, немесе картамыздың сандарын жазамыз. Қазір санын жазатын боламын. Неге мен картамның 16 цифрасын жаздым. Енді ары қарай мына қызыл иероглифтің үстін басатын боламыз мынаны. Одан кейін бізге шығатыны пароль енгізу керекпіз. Пароль енгізбес бұрын осы жерге толық есімімізді, одан кейін датасын, артында 3 цифра бар ғой, соны жазамыз. Қазір оларды да жазамын, толтырамын, көреміз. Өзіңіздің картаңызда қандай болып аты жөніңіз жазылып тұр, соны дәл сондай қылып жазасыз. Одан кейін мына жерге қашанға дейін сізде датасы, срогын жазасыз. Оның астына сіздің картаңыздағы 3 санды жазу керексіз. Ал мынау біздің картамыздың өзіміздің шотымыздың соңғы 4 нөмірі. Енді мына қызылды басамыз. Енді осы жерде өзіңіз 6 саннан тұратын пароль ойлап табуыңыз керек, ұмытып қалмайтын. Себебі әрбір заказ берген сайын сізге осы парольді енгізу керек болады. Сондықтан өзіңіз ұмытпайтын пароль қойыңыз. Мысалға 112233 деген сияқты. 112233. Неге бізде картамыз тіркелді? Енді сіз Pinduoduo'дан заказ қиналмай берсеңіз болады. Картаңыз сәтті тіркелді. Болды, сізге сәттілік тілеймін.